Айнұр Тұрсынбаева. Махаббатқа ұшырамай өскен бала бақытты. Адамның бір қызығы бала деген. Хәкім Абай. Байқайсыздар ма, кейде өз балаларымызды өзіміз алалап отырғанымызды білмей қаламыз. Ең жаманы осы. Бір баламызды асыра мақтап, осы балам ақылды, түбінде осы бағады деген кезде басқаларының миында мен баға алмаймын деген ақпарат жазылып жатады. Сондай-ақ ұлдан қайыры жоқ. Бір қатынды алады да кетеді. Қыз нағыз жанашыр дейміз көбіміз. Бұл да дұрыс емес. Басқа шаңырақтың түтін түтетіп кететін адам саған қалай көмектеспек? Керісінше нағыз жанашыр кіріңізді жуып, тамағыңызды пісіріп отырған келін емес пе? Тағы бір мәселе, қыз балаға еш уақытта қол көтеруге болмайды. Таяқ жеп өскен қыздың еті үйреніп алады оған. Ақылына емес, жұдырығына жүгінетін күйеуге тап болуы әбден мүмкін. Керісінше әкесі мен ағаларының қамқорлығын көріп, соларға еркеле өскен қыз тұрмысқа шыққанда күйеуінің махаббатына бөленіп жүретін болады. Қашан шығасын тұрмысқа деп, қыз баланы ұялта беруге болмайды. Күйеуге тимей жүргені үшін іштей намыстанып, өзін жұрттың көзіне күйік болып жүргендей сезінетін болады. Осындай ойлар миына сіңіп кеткен, оның өміріне зиян тигізуі ғажап емес. Отырып қалған қыз да Меган Меркл сияқты жігіттің төресіне кездеседі. Тамақ істеп үйрен, үй жинап үйрен, әйтпесе күйеуге тигенде енен күн көрсетпейтін болады-ау деу өте қате. Келін атанғанда тамағы сәл дәмсіз болып қалса, енді енем ұрсады маған деп, автоматты түрде енесін өзіне жау санайтын болады. Адамның естігенінің бәрі қаламмен қағазға түсіп жатқандай миына жазылып жатады. Оқып білім ал, кейін күйеуіне қарап отырмайсың деген ескерту де қыздарды соған дайындап, жалқау күйеуге жолықтырады. Менің балам ең ақылды, ең мейірімді келін әкеледі. Менің қызым ең бақытты, менен де қатты еркелететін енесі болады деген сияқты әдемі сөздерді күнде айтып отырыңыз. Балаларымыз ғұмыр кешсін. Адамның қандай болмағы тегіне байланысты дегенге өз басым сенбеймін. Араққа салынып кеткен талай адамның баласы ел басқарып отыр. Керісінше зиялы деген талай адамның баласы наркоман болып кетті. Жазушы әкесінің кітабын оқығысы келмей, қаншама ұл-қыз түнгі клубтардан шықпай жүр. Бәленің бәрі тілде. Балаңызға көңіл бөліп, сенің әкең ардақты адам, сен оның атына кір келтірме деген сөзді балаңыздың миына құйып өсірсеңіз, әкесіне лайық бала өседі. Ал әкесі текті, бұл да мықты болады. Себебі қаны мықты ғой деп, тоқмейілсіп тегіне сенген күйі еш бақылаусыз қалдырып еркіне жіберсеңіз, бала бетімен кетеді. Осы бір тұста айта кетейін, балаңызды көбіне тәрбиелеушіге, балабақшаға, күтушіге, сіңіліңізге немесе тағы біреуге бақтырсаңыз, ол баланың сізге деген махаббаты азая түседі. Адамдар өз тілдерінен бәле тауып алады. Ешқашан ауыздан адам болмайсың, өлесің, таяқ жейсің, суық тиеді, ауырасың, енеңнен таяқ жейсің, күйеуің қуып жібереді деген сияқты сөздер шықпасын. Біреудің баласын жылатасың, сенің де балаңды жылататын адам дайын тұрады. Біреудің анасын ренжітесің, өз анаң зар жылайды. Біреудің тойын өсектеп тұрып, өз тойым керемет өтеді деп армандамай-ақ қойсаңыз да болады. Біреудің қызын семіздесеңіз, Құдай сіздің балаңызға кемістіктің көкесін көрсетеді. Біреудің баласы бұзылады десеңіз, өз балаңызды немесе немереңізді сондай тағдыр күтіп тұр. Біреудің тағдырын талқыласаңыз, өз тағдырыңыз талқандалады. Закон бумеранг, никто не отменил. Барлық бала бақытты, барлық бала сүйкімді. Алланың жаратқан барлық пендесінен әдемілік көріп үйренейік. Тап-таза өміріңізді тіліңізден бәле тауып құртып алмаңыз. Ал сіздерді ренжіткен болсам, кешіріңіздер. Ең таза аура сәбиде. Кез келген ашуланған, шаршаған адам сәбимен ойнаса көңілі көтеріліп шыға келеді. Ең жаман қарғыс ата-ананың балаға айтатын қарғысы, иттің баласы.
ата нәлет, сорлы, жексұрын, сен де адам болмайсың, бәленеге ұқсап жүресің, қаңғырып деген сияқты ауыр сөздердің бәрі қарғысқа жатады екен. Сәбилерде ақыл ес дамымаған. Олар төгіп шашып тамақ жеп отырғанда төгуге болмайтынын ұқпайды. Себебі ақыл жоқ. Сондай тентек жасаған үшін ұрып жіберсек, олар оны ұқпайды. Неге мені ұрып жатыр деп жаны ауырып жылайтыны сондықтан. Және таяқ жегеннен кейін қорқыныш синдромы жүректе қалып қояды да, не істесе де мені қазір ұрып жібереді деген қорқынышпен жүреді. Кәдімгі кішкентай мысық секілді үркіп тұрады екен. Баланың басына сипау оған жылылық сыйлайды, және де басынан көп сипау арқылы одан энергетика қабылдап өз аураңызды тазаласаңыз болады. Баланы құшақтап ұйықтасаңыз жүрегіңізде мейірім көбейеді. Бала туған әйелдің дүниеге бір-ақ күнде мейірімді көзбен қарап кететіні сондықтан. Балаға анау болмайды, мынау болмайды деп тыйым сала беру оны жасық қылып жібереді. Мен тек қате тірлік жасамайын деген үреймен жүреді. Секіргісі келсе секірсін, жүгірсін, ойнасын. Сосын балам тамақ жемейді деп аузына тықпалау да қате екен. Қарны ашса жейді. Аузына тамақ тығып жегізсеңіз өз еркіндігінен айырылып, мені ішкізсін, жегізсін, киіндірсін деп жалтақтап тұрады. Баланы мақтау өсіреді. Кішкентайынан осы балам асырайды. Осы баламның арқасында бақыттың не екенін түсіндім. Осы баламның арқасында көңілім көтеріліп жүреді. Осы балам өте мейірімді. Маған жаны ашитын осы деген сияқты мақтауларды айта отырып, болашақтағы міндетін жүктей беру керек. Балаларымыз бақытты болсын. Жалпы психология арқылы кез келген проблеманы шешуге болатынын түсініп келе жатырмыз. Әрбір ауыздан шыққан сөз өміріңізге қойылатын программа. Яғни қызыңызға бас киім кимесең басына суық тиіп өлесің дейтін болсаңыз, қызыңыз үнемі басыма суық тиеді деген программамен жүретін болады және міндетті түрде суық тигізеді. Сол сияқты осылай кешіге берсең жұмыстан шығарып жібереді. Қолынан түк келмейтін болса, күйеуін тастап кетеді. Осылай семіре берсең, күйеуін басқа біреуді тауып алады. Ақшаны шаша берсең, дымсыз қаласың деген сияқты негативті кім айтса да ешқашан қабылдамаңыз. Ең қызығы, көптеген қате программаны адамға өз ата-анасы орнатып береді екен. Суық тиіп өлесің, қаңғырып жүріп бір нәрсеге ұрынасың. Не болса соны жеп уланасың. Оқымасаң қайыршы боп кетесің. Өмір бақи біреуге құл боп жүресің. Семіріп кетесің. Ешкім алмайды. Тұқымым толық, сен де толып кетесің. Қаңғыра берсең оқудан шығарып жібереді. Тағы да сол сияқты. Әрине, ата-ана жанашырлықпен сақтандырғысы келіп айтады. Бірақ әрбір сөз миға жазылатын программа екенін ұмытпаңыз. Ешқашан жаман сөз айтпаңыз. Сол сияқты бүгін таңертеңнен бастап маған ит жылы бақыт әкелсін деген мағынадағы құттықтаулар қаптап келіп жатыр. Неге ит жылы бақытты болып, басқа жылы бақытсыз бола береміз бе сонда? Бұл жай ғана бір жылдың басы. Ұйықтап жатып қарсы алсаңыз да бола береді. Сіз ұйықтап қалыпты деп келмей қалмайды. Келеді, кетеді. Өміріңіздің бір күні ғана. Жалғыз болсаңыз жыламаңыз. Балаңыз жоқ болса уайымдамаңыз. Баспанаңыз болмаса қайғырмаңыз. Сіз сияқты миллиондаған адам бар. Жаңа жылды жалғыз қарсы алып, ақ келер жылға топырлаған жанұямен барып жатқандар бар. Теледидарда қосып қойып, ыстық бауырсақ пісіріп, шай ішіңіз. Рахат қой, жаңа жылды керемет қарсы алыпсың. Енді бір жыл қуанып жүресің деген гарантияны кім беріп жатыр өзі? Ешкімге ешқашанда қызықпаңыз. Сыртынан күлгенмен адамдардың бәрінің ішінде бір уайым бар. Сізді ешкім қуанта алмаса, өзіңіз басқаларға қуаныш сыйлаңыз. Сыйлық апарыңыз. Өмір тамаша ғой. Бүгін мұңайсаңыз, ертең қуанасыз. Алма кезек болады бәрі. Сіздерді жақсы көремін. Алла тағала бәріңіздің ғұмырыңызды бақытқа толтырсын.
махаббатсыз дүние бос деп жырлаған хакім абай балаларға күн сайын таңертең бірнеше рет мен сені сүйем деп айтып тұру керек. Сонда бала махаббатты сезінетін болады. Өмірде мені сүйетін адам бар, мен сол адамға керекпін деген сенімділікпен өседі. Ал қыз балаларға әкесі немесе ағасы кем дегенде апта сайын гүл сыйлап тұрғаны жөн. 3 жасынан бастап. Сонда өскен кезде ешкім гүл сыйламаса да жаны жабырқамайтын болады. Себебі ондай құрметті сәби шағынан көріп өскен. Және қыз бала қандай сұлу екені күн сайын құлағына құя берген дұрыс. Жалпы балаларды 10 жасқа дейін барынша еркелетіп, еркін өсірген абзал. Себебі оны қандай тағдыр күтіп тұрғанын ешкім білмейді. Тақиялы періште фильміндегі Әмина апа сияқты ұлым Бегланды жетектеп Алматыға келдім. Біздің кезімізде басқаша еді, қазір мүлде басқа жүйе. ұбт-ның өзінде көп нәрсені түсінбей жүрдім. Негізі ашығын айту керек, оқыған бала бәрібір көрініп тұрады екен. Жақсы оқитын бала қай сабақтан да тақылдап тұрады. Абитуриенттердің арасында жүріп, осыған тағы көзім жетті. Бірнеше оқу орнына бардым. Тамыр таныс іздеген жоқпын. Абыройымды төгіп, ешкім есігін қақпадым. Өмірімде бала үшін есік жағалап көрмеппін негізі. Сонымен сұрап жүріп, бір түрік мұғалімге жолығып, баламның қай салаға бейім екенін біліп беріңізші дедім. Екеуі біраз сөйлескен соң, балаңыз қай мектепте оқыған деп сұрады. Кәдімгі мектепте-ақ оқыған десем, таң қалды. 3 тілде ағып тұр ғой, шетелде оқыған ба деп ойладым дейді. Талып қала жаздадым, ағылшынша да ағып тұрма деп қайта-қайта сұраймын. Өзім дым білмейтін болған соң, ол да қатырып білмейтін шығар деп жүргем ғой. Беглан қайдан үйреніп жүрсін десем, мектепте ғой дейді. Ағылшын тілі апайын айдалада отырып жақсы көріп кеттім-ау. Негізі керемет білім алу үшін қымбат мектепте оқу керек. Ағылшын тілін үйрену үшін шетелдің білімі керек деген бос әңгіме екен ғой. Айталық қызым Айданада 3 тілді еркін сөйлейді. Шетелге шыққанда аузым ашылып қарап отырмын. Ешқайда бармай-ақ сол номері 56 мектепте жүріп-ақ сайрап кетті. Өзі оқыды, таныссыз грантқа түсті. Мектеп-лицейде дәріс берген барлық ұстаздарына іштей разы болдым. 2 балам да мектеп бітірді. Тағы бала туып жатсам көрерміз. Алайда жақын маңда мектепке бармайтын сияқтымын. Сондықтан миллионнан аса оқырманның алдына балаларыма берген тәрбиелеріңіз үшін, білімдеріңіз үшін сіздерге басымды иемін. Мектеп жаман, оқулық түсініксіз, мұғалім надан, білім жүйесі нашар деп артық сөйлеп жатамыз ғой кейде. Дегенмен оқимын деген бала ештеңеге қарамай оқиды екен. Ол қай заманда да солай болған ғой. Өзіміздің ауылдағы мектептердің білімімен-ақ шетелді таң қалдырып жүрген жастар көп. Яғни оқимын деген бала үшін біздің білім жүйесінде түк те кедергі жоқ екен. Қазақ мектептеріндегі білімнің деңгейі өте жоғары екенін жастарға қарап сезе бастадым. Алла тағала ұрпағымызға сана берсін. Айдананы босанғанда 20 жаста едім. Әлі есімде. Іші ауырып жыласа, қосылып жылайтынмын. Осыдан біраз жыл бұрын қызым аппендицит болып ауырды. Өзім айтыста, Таразда жүргенмін. Айкөш ауруханада жатыр деген сөз маған қызың өлейіне жатыр дегенде естілді. Алматы арқылы Астанаға жарты күнде ұшып жеттім деп қазір айтып отырмын. Ол кезде секунд санап қалай жеткенімді білмеймін де. Кеше салонға маникюрге бардым. Одан педикюр жасата салайын, шашымды жөндете салайын деп біраз отырып қалдым. Сол аралықта үйге 100 мәрте қоңырау шалыппын. Беглан, не жедің, қарның ашты ма? Деп мазам қашты. Тоңазытқыш толып тұр. Ұлым 18-ге келген. Бозбала. Соның өзінде уайымдап жаным шығады. Сіңілім Ардақтың 3 ұлы бар. Кей кезде біздің үйге тастап кетсе, баспалдақтан құлап қалған жоқ па деп дамылсыз хабарласып мазаны алады. Құрбым Гүлзаттың да 2 қызы бар. Қатты ауырып қалсам, қыздарым кіммен қалады деп зәрем ұшырады.
мұңайып қалады кейде. индира құрбымның кішкентай қызы бар, соны емшектен шығарам деп өткенде Қызылордадан Таразға қалдырып кетуге келіпті. Жылағысы кеп тұрған, сол күні тастап кетіп, ертесіне шыдамай қайтадан алып кетіпті. Хабарлассам ар жағында қызымның жылаған даусы естілді, 1 минут тұра алмадым дейді. Ғалия құрбымның жалғыз ұлы бар. Ұлым аман жүрсе болды, басқа байлықтың керегі жоқ деп бақыттан басы айналады. Сайгүл досымда да жалғыз қыз. Қызымды ұзатамын, барында байлығымда осы қыздікі деп жыламаса болды деп қояды. Осындай жағдай бәріміздің басымызда бар. Мұның бәрі ана жүрегіндегі шексіз мейірім, шексіз махаббат. Біз жылы үйде отырған, қарны тоқ, үп-үлкен балаларды уайымдап мазамыз қашады. Ал жаңа туған сәбиін шырылдатып, көшеге тастап кете беретіндердің жүрегі қайда сонда? 2016 жылы Меккеге 3-ші рет бардым. Қағбаның қасына жайғасып алып, бүкіл заказдарымды еске түсіріп, дұғамды жасап отырғанмын. Бір кезде қасымдағы әйел адам сәждеге жатқан күйі тұрмай қалды. Жүрегі тоқтап қалды ма деп зәрем қалмады. Төртеуін десем, құлшылығын бұзып алам ба деп қорқып отырмын. Бір кезде иығы дірілдей бастады. Сөйтсем жылап жатыр екен. Намаздан кейін де егіліп ұзақ отырды. Барып су әкеп бердім. Қасымда Египетте оқитын бір қазақ келіншек бар еді. Сол екеуі арабша сөйлесіп отырған. Бір кезде қарасам, қазағымда еңіреп кетсе бола ма? Алланың алдында осында жылаған неткен тақуалық деп бір жағына риза болып, бір жағы өзімнің олар сияқты жылай алмағаныма қысылып, өзімді имансыз сезініп кеттім. Сөйтсем, 4 баласы мен күйеуінен айырылып қалған екен. Қалған 2 баласының амандығын тілеп, Меккеге келіп отыр екен. Жүрегі шерге, көзі жасқа толған. Ананың қайғысын сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Елге оралып, ұшақтан түскенде сағат таңғы 7-8 шамасы болатын. Қалада тіршілік енді басталып жатты. Аналар балаларын балабақшаға, мектепке жетектеп бара жатқан уақыт еді. Мен оларға қарап отырып, аналар балаларынан айырылмаса екен деп тіледім. Мына жалғанда одан өткен қасірет жоқ. Балаларымыз аман болсын. Ең бақытты отбасы балалары шынайы күлетін, қорқудың не екенін білмейтін отбасы. Әсіресе ата-анасы жиі ұрсатын үйде балалар не болса содан қорқатын, жасқаншақ болып өседі. Ал ер азаматтар жиі дауыс көтеріп, бейәдеп сөз қоспаса сөйлей алмайтын отбасында өскен қыздар болашақта күйеулерінен боқтық сөз естіген кезде қалыпты жағдай деп қабылдайтын болады. Әкелері жиі еркелетіп, жиі сыйлық алып өскен қыздардың жүрегі тыныштықты қалап, бақытқа шомылып бой жетеген болады. Әкесінің анасына деген шексіз махаббатын көріп өскен балалар еш уақытта басқаларға ақысын жібермейтін батыл мінезді, сенімді болып өседі. Отбасындағы бақытқа жететін бақытты бағалайық. Махаббатқа шомылып өскен балалар қашанда бақыт қадірін білетін болады. Анасының жылап жүргенін көрген балалардан асқан сор маңдай жоқ болар. Ешқашан балалардың көзінше ұрысып, жүректерін жаралауға болмайды. Ер азаматтар, жарларыңызды сыйлап, балаларыңыздың бақытты болашағына ықпал етіңіздер. Сіз жан-жарыңызды қаншалықты сүйіп еркелетсеңіз, балаларыңыз соншалықты бақытты болуға талпынып өмір сүреді. Қыздарыңызға жиі гүл сыйлап тұрыңыздар. Ұлдарыңыздың арқасына жиі қағып, жігерлендіріп тұрыңыздар. Отбасыңызға бұйыруға тиіс махаббатты сыртқа төкпеңіздер. Жұма мүбәрәк болсын. Психология саласына бет бұрғаныма бірнеше жылдың жүзі болды. Сабыр сақтауды үйрендім. Көп нәрсеге кешіріммен қарауды үйрендім. Өте жаман деген адамдардан да жақсы қасиет табуға болатынын үйрендім. Өткен қателіктерімнен сабақ алуды үйрендім. Бәлкім кеш те шығар. Дегенмен өмірде өткен іске өкінуге болмайды екен. Маңдайына жазылған тағдыр солай. Бірақ мынау жердің бетінде менің миым жетпейтін жайттар көп екен.
Қазір екінің бірі екінші үй қылып алған инста әлемде жүректі қозғайтын суреттер көбейді. Кешеден бері көз алдымнан ойнап отырған баланы электрошокермен шұқылап шырылдатып отырған хайуанның видеосы кетер емес. Қорыққаннан жан ұшыра жүгіріп бара жатқан баланы қуып жүріп ұстап алып, атпалдай 5 азаматтың жан-жағынан кеп хайуанша соққылауы, өліп жатқан шешесін еміп отырған сәби, өліп жатқан әкесін сүйіп отырған бала. Осынша қатыгездікті қайдан үйренген бұлар? Жарайды, көп ішінде бір оңбаған барлық жерде де болады ғой. Ал осыншама көп хайуан қайдан шығып жатыр? Соларды да 9 ай, 9 күн құрсағында көтеріп ана туды дегенге сене алмаймын. Зәресі ұшып, қашып бара жатқан құттай сәбиді ұстап алып, үстіне секіру хайуан екеш, хайуан жасамайтын жауыздық. Балалар жыламасыншы, сәбилерді ұрмайықшы. Тентектік жасаса да балаларға қол көтере бермесеңдерші. Адамдарға мейірімді бола білмеген жанға Алла тағала да мейірімділік танытпайды. Мейірім махаббат шақырады, махаббат бақыт шақырады, бақыт береке шақырады, береке садақа беруге итереді, садақа байлық шақырады. Яғни бақытты, берекелі отбасы болғыңыз келсе, мейірімді болыңыз. Көп адамдар садақаны қайдан береміз, өзіміз қайыршымыз деп тулайды. Байлар бар болған соң береді, жоқ болса несін беретін еді деп уәж айтамыз. Адам бай болған соң көп садақа бермейді, көп садақа берген соң бай болады. Өмірдің мәні бай болу емес, жүрекке тыныштық беру, бақытты болып бәріне қанағат ету. Қанағатсыз адам қанша ақшасы болса да кедей. Иман байлығын, отбасы байлығын тіледім. Маған тілегендеріңізді Алла өздеріңізге еселеп берсін. Қазір ақшам болса, бәріне қол жеткізуге болатын заман. Бірақ ақша табу қиын ғой дейтін шығарсыздар. Менің ойымша, байлықтан да қымбат бір нәрсе бар. Ол сырлас адам. Ата-анасы бола тұра талай бала күйзеліске түсіп жүр. Баласын бір көруге зар болып, мұңайып отырған қариялар қаншама. Күйеуі, бала-шағасы бар қаншама әйел жалғыздықтан зардап шегуде. Әйелі бар еркектердің көбісі жылуды даладан іздейді. Бір-біріңізбен сырлас болыңыздар. Дәл жаныңызда сіздің мейіріміңізге шөліркеп жүрген жан бар шығар, ойланып көріңізші. Күйеуіңіздің жүрегіне жол табыңыз. Қызыңызбен теңдей әңгімелесіңіз. Ұлыңыздың маңдайынан сипаңыз. Ата-анаңызбен шүйіркелесіп шай ішіп қайтыңыз. Құрбыларыңыздың халін біліңіз. Сонда көп деген сыр ашылады. Сіздің бір ауыз сөзіңізде қаншама жылу бар екенін өзіңіз де сезінесіз. Жақындарымыз аман болсын. Гүлжан ет зауытында жұмыс істейді. Бір күні жұмысын аяқтап болған соң ет сақталатын тоңазытқыштары бар салқын бөлмеге бір нәрсені тексеру үшін кірді. Бірақ кері шыға алмады. Есік сырттан жабылып қалды. Қанша тырысқанымен есікті аша алмады. Сырттан біреу ашпаса, іштен аша алмайтынына көзі жеткен Гүлжан көмекке адам шақырып, бар даусымен айқайлай жөнелді. Кешкі уақыт болған соң барлық жұмысшылар үйлеріне қайтып кеткен. Шарасыз қалған соң бар білетін дұғасын оқып, Аллаға жалбарына бастады. Гүлжанның салқын тоңазытқыштың ішінде отырғаны 5 сағат болды. Кенет есік ашылды. Бірден сыртқа жүгіріп шықты. Есікті ашқан зауыттың қарауылы екен. Гүлжан әрең дегенде сабырға келді. Есін жия бірден қаруын мұндай уақытта есікті неге ашқанын сұрады. Ол кісі бұл зауытта жұмыс істеп жатқаныма 35 жылдай болды. Мыңдаған жұмысшылар келіп кетіп жатты. Алайда сол маңдағы адамдардың ішінде тек сіз ғана менімен таңертең амандасып, кешкісін қоштасасыз. Көбісі мені көздеріне де ілмей, тіпті адам деп те санамайтын. Бүгін әдеттегідей таңертең сіз менімен амандастыңыз. Алайда сау болыңыз. Ертең кездескенше дегеніңізді естімедім. Тек сіздің маған деген қарым-қатынасыңыздың арқасында
өзімді адам ретінде сезінетінмін. Бірақ бүгін сіздің қоштасу сөзіңізді естімегендіктен қобалжып, сізге бірдеңе болып қалды ма деп қатты уайымдадым. Міне сондықтан мен фабриканы түгел тексеруге шықтым. Күдігім расталып, сіз мына салқын бөлмеде қамалып қалыпсыз деді. Айналаңыздағы барлық адамды сыйлап, қарым-қатынасыңызды үзбесеңіз, себебі сіз ертең не болатынын білмейсіз. Алла тағаланың 4 уәдесі. Шүкір етсеңдер, нығметімді арттырамын. Мені еске алсаңдар, сендерді еске аламын. Менен тілесеңдер, беремін. Кешірім сұрасаңдар, кешіремін. Құрметті бауырлар, сәлемдесу тәрбиеліктің белгісі. Байлықтың үлкені адам мен үшін кедей адам жанашыр туысы, жақын досы жоқ адам сияқты. Ақшамызды, алтынымызды жоғалтып алмау үшін жанталасамыз, ал жақынымызды жоғалту түк емес бізге. Қанша жақсы адам болса да тойымызға келмесе, туған күнімен құттықтамаса, қарыз сұрағанда бермесе, одан ары өзі кінәлі. Мен сұрасам, өмірі жоқ дейді. Мен оған баяғыда сөйткем, бүйткем, оның жанында жүргендердің бәрі оңбаған екенін біледі. Ғайбаттағаным емес, шынымен жексұрын өзі деп сыртынан сықпыртып жау болып шыға келеміз. Ешқашан кешірмеймін оның иттігін. Бір қуанышыма келмеді ғой, бір сыйлық беріп көрмеді, бір жылы сөз айтқан емес деп біраз жерге апарып тастаймыз. Досымызға, күйеуімізге, енемізге, баламызға, көршімізге бәріне ренжи береміз. Өмір тым қысқа, жақындарымызға кешіріммен қарайық. Бірінші татуласқан адамға үлкен сауап бұйырады. Өзіңіз кінәлі болсаңыз да, Раббының разылығы үшін кешірім сұрай салыңыз. Сұрай алмасаңыз, жан жылытар сөздерге толы хабарлама жазып жіберіңіз. Ақыретте ақша мен алтын үшін емес, адамдармен қандай қарым-қатынаста болған үшін сұраласын. Жақсы адамдар аз ғой, жақсы жанашыр табу оңай емес. Ренжіген адамның титтей жақсы қасиетін білсеңіз, бағалаңыз. Басқа кемшіліктерін кешіре салыңыз. Әлбетте Алла сіздің де қателігіңізді кешіреді. Көңіліңіз тынышталады, сауапқа кенелесіз. Өмірде ақша да, байлық та, атақ та қымбат болмақ емес. Ең қымбатты қасымыздағы жақындарымыз. Адам жалғыздықты сезінгенде бақытсыз бола бастайды. Біздің ең үлкен қателігіміз болмайтын нәрсеге ренжіп қаламыз. Қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырдың қаншама уақытын ренішпен өткізіп жүрміз. Ешкім ешкімге міндетті емес қой. Сонда да ренжи береміз, сөйлеспейміз, айтқымыз келген сөзді айтпаймыз. Ата-анамызға жаным, күнім деп айту бір түрлі сияқты көрінеді. Өсіп кеткен баламызды еркелету бір түрлі сияқты. Бауырларымызға жан бауырым, сен бір анадан туғаныма қуанамын деп айтсаңыз түсінбей қалатын тәрізді. Асыл жарымызға мен сені жүрегіммен жақсы көремін деп айтсақ құтырып кететіндей көрінеді. Ренжісіп қалсақ бірінші өзі жасын, негізі ол кінәлі деген сияқты түкке тұрмайтын қадамды басқадан күтеміз. Ешқандай ақшаға сатып ала алмайтын жақындарымызды бағалай білейік. Тіпті ол кінәлі болса да өзіміз бірінші қадам жасап үйренейік. Ойнап күліп өткізетін уақыттың текке өтіп жатқанын сезінейік. Бірге отырып бақыттың бал дәмін бірге тататын шақта түкке тұрмайтын дүниеге бола көңілімізді түсірмейік. Жақындарымыздан жылы сөзімізді аямайық. Ұйықтар кезде қайырлы түн қымбаттым, тәтті ұйықтап отам, жақсы демалыңыз, анашым деген тәтті сөздеріңізді айтып, немесе хатпен жазып жіберуіңізді ұмытпаңыз. Сонда ол адамның ұйқысының тәтті болуына септігіңіз тиеді. Одан асқан бақыт бар ма? Бақытты адам әрқашанда мейірімді, көңілді. Демек, ашулана беретін болсаңыз, ештеңеге жаныңызға жақпай, қабағыңыз түйіле беретін болса, жан-жағыңызды өзгертіңіз. Сізді қуанта білетін адамдармен араласыңыз. Өтірік бақытты болып көрінем деп ешкімді алдаудың керегі жоқ.
ең алдымен өзіңізді алдамауды үйреніңіз. Әрбір күніміз шуақты болсын. Бір-бірімізден жүрегіміздің жылуын аямайықшы. Жүректің жылуы деген мейірім, жылы сөз айту, жанашырлық таныту, еркелету, азуы 6 қарыс патша да, маңдайы жарқырап тұрған айбынды азамат та, жарық-жұрық еткен жұлдыз да, жағдайды сізден 1000 есе жақсы біліп тұрса да, сіздің тура сіздің бір ауыз жылы сөзіңізге мұқтаж болуы мүмкін. Үйіміз жылы болғанымен қабағымыздан қар жауып тұрса, оның қандай берекесі болмақ. Жаныңыздағы жарыңыз сізден қыруар қаражат емес, болмашы жылылық күтіп жүрген болар. Отбасының тірегі, еркек үйге күлімдеп келіп, мейіріммен қараса, күн күліп тұрғандай шаңырақ жайнап шыға келеді емес пе? Әйелдің дастархандағы тамағы ыстық болғанмен, қабағы суық болса, қасындағылар тамақ емес, тас жұтқандай болмай ма? Еркектің күндізгі айқайынан әйелдің түндегі сыбыры күшті деп жатады. Күліп жүріп көп нәрсе шешуге болады. Таспен атқанды аспен ат. Көңілді адам жақсы көрмейтін адам жоқ. Күлкінің энергиясын бере білейік. Жақындарымызды жылытып жүрейікші, достарым. Бір нәрсеге ашуланып тұрсақ та, жанымыздағы адамдарға жымиып қарап үйренейік. Жаным-ау деген бір ауыз сөзді махаббатпен айта білейік. Бұл ең қымбат, ең тегін садақа, сыйлық емес пе? Адамның жаны өте нәзік, тура бір әйнек секілді. Сәл ауырса шытынайды, қатты жараланса морт сынады. Сондықтан да адамдардың жанын жаралаудан сақ болыңыздар. Өз жүрегіңізді аялап күтініңіздер. Ауыр жарақат түскен жерде тыртық қалады. Туған-туыс жақындарыңызбен араларыңызға сызат түспесін. Олармен бірге өткізген әр сағатты, әр минутты, әр секундты бағалаңыздар. Себебі солармен өткізген қуанышты сәттеріңіз кейін дәл солай қайталанбауы мүмкін. Әрбір қуаныш сәттің өзі бақыт. Бақыт секундтардан, минуттардан, сағаттардан тұрады. Бақытты болу өз қолымызда. Аллам бәрімізге бақытты болуды жазсын. Сіз бүгін Аллаға шүкіршілік айттыңыз ба? Анаңызға, бауырыңызға хабарласып, жағдайын білдіңіз бе? Құрбыларыңыз отыратын шатқа кіріп, мен бәріңді жақсы көремін дедіңіз бе? Бүгін тым болмаса бір адамды қуанттыңыз ба? Жоқ дейсіз бе? Онда ертеңгі күннен жақсылық күтпей-ақ қойыңыз. Ертең керемет жақсы бір жаңалық болғанын қалайсыз ба? Қуанғыңыз келе ме? Онда тым болмаса бір адамды қуантып үлгеріңіз. Ол адамның қандай жақсы екенін, сіздің оны жақсы көретініңізді, сондай адамның өміріңізде болғаны үшін, бақытты еткендігі үшін айтыңыз. Сонда сізді басқа да бір адам міндетті түрде қуантатын болады. Адамның бәрі жақсы, тек жақсылығын көре білу керек. Адамның бойындағы кемшілігін тере берсең, оның жақсы қасиеттерін еш уақытта көре алмай өтесің. Адамды ақталу құртады. Ешқашан ешкімнің алдында ақталмаңыз. Сіз ештеңеге кінәлі емессіз. Өткен іс өтті, енді қайталамасаңыз да жеткілікті. Көп жағдайда қателік жасасақ, осы соңғы рет деп уәде береміз. Психологтардың пайымдауынша, енді қайталамаймын деген адамдардың 90%-ы сол қателікті қайталай береді екен. Уәдені көп беретіндер уәдеге жеңіл қарайтын көрінеді. Ешкімге сеніп өмір сүрмеңіз, ешкімге. Қалың көпшіліктің арасында тұрсыз. Дәл сол сәтте сізге кім жымиып қараса, міндетті түрде сіз де жымиясыз. Солай ғой, қабағын түйіп, ашулы тұрған адамға жоламауға, қарамауға тырысасыз. Туыстардың арасында немесе достардың арасында ашуланшақ біреу бар делік. Оны жақтырмайсыз, жолығыңыз келмейді. Сөзіңіз дұрыс болса да үндемейсіз. Бәлесінен аулақ деп не айтса да келісе саласыз. Кез келген кештің шырқын бұзатын пәлеқор танысыңыз болса тіпті жаман. Шақырсаң лаңдатып кетеді, шақырмасаңыз бәлеге қаласың. Қай кезде де тек жамандық шақырып сөйлейтін адамдар да болады. Өстіп жүріп ауырасың сен. Бір күні суық тиіп,
тұрмай қаласың, жұмыстан шығарып жібереді деген сияқты негатив шақырады да жүреді. Ондайлар кездессе аузын ашпаса екен деп тұрасың. Инстада да отырып алып тек кінәрат іздеп негатив қана жазатын адамдар бар. Олардың сосын көздері де өткір келеді. Көйлегін етегі кір екен ғой, фотошоппен әдемі боп тұр. 5 тонна бояу, аяғын қисық, құлағын дәу. Қанша керемет сурет салсан да шұқылап отырып тауып алады. Ештеңе жақпайды. Көйлек салсан мақтаншақсың, тамақ ішсең надансың, көйлек салсан қаңғыбассың, қысқа кисең ұятсызсың. Жап-жақсы комменттер оқып мәз боп келе жатсасын да көңілінің құлазып сала береді. Айналадағы танымайтын адамға көңілін бірден суып кете салады. Оларды жек көресің, олардың энергиясы сізге ауыр. Керісінше үнемі төлеулес болып жүретін адамдар бар. Коммент жазбай қалса іздейсің. Сын айтса да кешіріңізші деп 1000 рет кешірім сұрап алып айтады. Ондай адамдар жазған әрбір әріптен мейірім аңқып тұрады. Танымасаң да жақсы көресің. Достардың арасында да сондай мейірімділері болады. Жаның қиналса, соны іздейсің, оны сағынасың. Ол бәріне сүйкімді, тек қуаныш сыйлап жүретін көңілді таныстар болады. Олармен араласқың келеді, іздейсің, саған төлеулес болып жүретін жанашырларың болады. Ал оларға сенесің. Сен жақсы көретін адамды қалай жек көруге болады? Әрине, сен де оны жақсы көресің. Жақсы адамдар өздеріне магнитше тартып тұрады. Жақсы энергия дегеніміз осы. Жан-жағына тек жақсы энергия тартатын жақсы адамдардың қатарынан болайық. Жымиып жүріңіз, сонда бәріне сүйкімдісіз.